Hamid Official. Hamid Official. Баршаға сәлем достар, әлемдік кино жұлдыздар туралы қызықты ақпараттар беретін Hamid Official YouTube арнасы назарларыңызда. Бүгін көпшіліктің сұранысы бойынша Далина Волков, яғни Көкжалдар мекені телехикаясы туралы және де басты рөлдегі актерлардың жеке өмірлері туралы қызықты ақпараттарды ұсынатын боламыз. Көкжалдар мекені сериалы көптеген елдерде көрсетілмей дау-дамайға себеп болғанын көпшілік біле бермесе керек. Толық мәліметті осы видеода айтып өтеміз. Әзірге арнамызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсете отырыңыздар. Көкжалдар мекені Түркия мемлекетінің 2003-2005 жылдары жарыққа шыққан өткір сюжетті криминалды телехикаясы. Бастапқы маусымы 97 сериядан тұрды. Көптеген мемлекеттерге танылып үлгерген сериалға сұраныстар көп болғасын, бірнеше маусымдары да жалғас ретінде түсіріле бастайды. Атап айтқанда Далина Волков Ирак, Далина Волков Террор, Далина Волков Западня, Далина Волков Гладио, Далина Волков Палестина және Далина Волков Родина атауымен 7 маусымы жарыққа шыққан болатын. Әр маусымы өз көрермендерін тауып жақсы көрсеткіштерге ие болады. Көптеген елдер Түркиядан аталмыш фильмді сатып алып өз телеарналарында көрсете бастайды, ал кейбір елдерде керісінше көрсетілімге тыйым салынады. Басты себеп саясат пен үкіметке қарсы көрсетілген сюжеттердің көптігі. Сюжеттің негізінде қылмыстық топтың Түркия мемлекетінде үлкен билікке қол жеткізіп, басқа да қылмыстық топтарға қарсы тұру көрсетілген. Аталмыш телехикаяда Полат Алендар кейіпкерде талайды тамсандырған образ бола білді. Бұл образды сомдаған актер Мұхаммед Нежати Шашмаз. Ол 1971 жылы 15 желтоқсанда Түркияның Элазик қаласында туылған. Алайда Анкарада оқып, сол жерде ер жетеді. 1997-2001 жылдары Америкаға кетіп, Канада университетінде туристік бизнес пен қонақ үй менеджмент мамандығында білім алады. 2001 жылы Түркияға уақытша жұмыстармен қайта оралады. Сол жылы 11 қыркүйек күні Америкада үлкен теракт болғанын баршаңыз жақсы білесіздер. Бір қызығы, актер дәл осы күнге ұшаққа билет алып, бір жағдайларға байланысты Америкаға ұшпай қояды. Яғни бір өлімнен қалды десек қателеспейміз. Актердің ағасы Түркиядағы режиссер актерлармен таныс болып, бір күні үйіне қонаққа шақырады. Осы отырыста кинорежиссер Осман Синав Неджатиді көріп, жуырда түсірілетін фильмде басты рөлге түсуге шақырады. Режиссер актердің бойынан бандит әрі тік сөйлейтін мафия образын көреді. Ешқашан өнерде болмаған актер бірден Көкжалдар мекені телехикаясында басты рөлді ойнап үлкен танымалдылыққа ие болады. Осы образдан соң 2008 жылы ең сұлу актер номинациясын иеленді. Актер бұл телехикаядан бөлек бірнеше фильмдерге сценарий жазады және өзі продюсер болады. Жеке өміріне келсек, 2012 жылы Негихан Качикчи есімді әйелге үйленеді. Қазіргі таңда 2 перзенттері бар. Өкінішке орай, 2019 жылы ерлі зайыптылар ажырасып, балаларын өздеріне қалдыру мақсатында бір-бірімен соттасады. Әйелі Неджатиді бір уақытта 2 неке құрған деп айыптап сотқа береді. Уақыт өте ақш азаматшасы Клэр есімді әйелмен екінші некеге тұрғаны туралы өсектер тарайды. Олар некесін Пенсильвания штатында қиған деген қауесеттер бар. 2020 жылы актер соттың шешімімен ұлдарын өзіне қайтарып алады. Қазіргі таңда балаларымен Америкада тұрады. Неджатиді көшеде іс-шараларда көрген адамдар Полат Алендар деп атайды. Себебі дәл осы рөл оның визиткасы бола білді. Сериалдағы Мемати баш образымен танылған актер Гюркан Уйгун 1974 жылы 27 мамырда Түркияның Измит қаласында туылған. Өнерлі жігіт мектеп қабырғасында театрлық қойылымдарға қатысып жүреді. 1990 жылы театрда алғашқы дебюттік рөлін сомдайды, ал 1996 жылы телеарнада бағдарлама жүргізушісі болады. 2003 жылдан бастап 10 жыл көлемінде Көкжалдар мекені телехикаясында басты рөлдердің бірін сомдайды. Актер Мемати образын сериалдың 5 маусымында ойнап шығады. Бұл кейіпкерден шаршаған болса керек, Көкжалдар мекені Палестина маусымынан соң Мемати болудан бас тартады. Жақсы сұранысқа ие болған актер әрмен қарай көптеген түрік фильмдеріне жаңа образдарды сомдайды. 2013 жылы Сұлтан Сүлейман сериалында, 2014 жылы Қашқын атты телехикаяда басты рөлдердің бірін ойнайды. Актер ән айтқанды да жақсы көреді. Өзі ойнаған кейбір телехикаяда оның әндерін тыңдауға болады. Гюркан Уйгун таққа отырған Абдул Хамид, Жыланның көзі, Ұлы Селжуктардың ояну сериалдарында жаңа образдарды сомдады. Ең соңғы түскен кино туындысы Түркияда үлкен танымалдылыққа ие болған Барлау телехикаясы.
Бұл сериал түрік армиясының тыңшылардың қалай жұмыс істейтіндерін көрсете білген алғашқы кинотуынды. Актердің жеке өміріне келсек, 2008 жылы Шабнем Джейлан есімді аруға үйленген. Актер қазіргі таңда жаңа фильмдерге түсіп жатыр. Сериалдағы Абулхей рөлін сомдаған актер Кенан Чобан. Ол 1975 жылы Түркияның Элязыг қаласында туылған. Туған қаласында орта мектепті бітірген соң сауда және қызмет көрсету саласындағы кәсіби лицейде білім алады. Уақыт өте спорттық менеджмент саласымен айналысады. Осылайша Анкараның кейбір провинцияларында спорт нұсқаушысы болып жұмыс істейді. Кенан футбол, баскетбол, атпен шабу, таеквондо секілді спорт түрлерін жақсы меңгерген. Бос уақытында спортпен шұғылданады және кино көрген ұнатады. Актерлық мансабының 10 жылын әйгілі Көкжалдар мекені сериалында көрсете білді. Жеке өміріне келсек, отбасылы, әйелі және перзенттер бар. Телехикаядағы Элиф рөлімен талай жігітті өзіне ғашық еткен актриса Озгю Намаль 1978 жылы Түркияның Стамбул қаласында туылған. Жастайынан өнерге қызығушылығы болғандықтан мектепті бітіргеннен кейін Стамбул мемлекеттік университетінің театр өнері факультетіне оқуға түседі. Оқудан бөлек әртүрлі жарнамаларға түсіп, болашақ мамандығына байланысты арнайы жобаларға қатысады. 1999 жылы талантты актриса алғаш рет екінші көктем сериясында дебюттік рөл сомдайды. Ал 2002 жылы университетті бітіргеннен кейін фильмдерге түсуді жалғастырады. Осы бір саланың арқасында 2003 жылы Көкжалдар мекені сериалындағы Элиф рөлін керемет сомдап шығып, жылдың үздік актрисасы атағына ие болады. Бертін келе көптеген киноларда ерекше рөлдермен көпшілікті тәнті етеді. Жеке өміріне келсек, 2001 жылы Октай Кайнарча есімді актермен көңіл жарастырып, онымен 7 жыл бірге өмір сүреді. Алайда ерлі зайыптылардың ажырасу себебі белгісіз. Одан кейін Мұратхан, Митатжан Озер, Башар Савур және Чагатай Тосун сияқты танымал тұлғалармен де кездесіп жүрді. Сымбатты актриса 2013 жылы Ахмет Сердар есімді жігітпен отау құрады. 2015 жылы Нефес есімді ұлы, ал келесі жылы Элем есімді қыздар өмірге келеді. Өкінішке орай 2020 жылдың қазан айында актрисаның жұбайы жүрек талмасынан қайтыс болады. Озгю Намаль қазіргі таңда кинодан бөлек Стамбулдағы мемлекеттік театрда актриса ретінде түрлі образдарды сомдауда. Көкжалдар мекені телехикаясы шыққан тұста көптеген сынға ұшырап үлгерді. Мысалы, Көкжалдар мекені Палестина шыққан сәтте антисемиттік және нәсілшілдік кинотуынды деп бағаланды. Сериалдың теледидардан көрсетілуіне байланысты Түркияның Израильдегі елшісі Израильдің сыртқы істер министрлігіне шақырылып болған наразылық білдіреді. Кейіннен Түркияның өтініші бойынша сыртқы істер министрінің орынбасары кешірім сұрауға мәжбүр болған. Түркияның Израильдегі елшісінің өзі де бұл телехикаяның жалғасы түсіруіне қарсы болған екен. Ал Германияда фильм көрсетілімдері басталғаннан кейін Баварияның премьер-министрі Эдмунд Стойбер кинотеатр иелерінен фильмді шығармауын сұрайды. Фильмнің Германияда ұлтаралық алауыздықты тудыратыны туралы алаңдаушылықты неміс саясаткерлері бірнеше рет айта кеткен. Ал Көкжалдар мекені отан деген атаумен жарыққа шыққан 7-ші маусымы 2016 жылы Түркияда әскери төңкеріске байланысты шынайы өмірден алынып көрерменге жол тартады. Телехикаяның бұл бөлімі де үлкен сынға ұшырады. Тіпті телеарналарда көрсетілмеуі мүмкін деген ақпараттар тарады. Көкжалдар мекені сериалының тағы бір маусымы Тәжікстанда зорлық-зомбылықты насихаттайды деген оймен көруге тыйым салынады. Осы кедергілерге қарамай актер әрі продюсер Неджати Шашмаз телехикаяның жалғасы болу мүмкіндігін айта кетті. Яғни 2023 жылы Көкжалдар мекені хаус атауымен 8-ші маусымын тамашалауымыз мүмкін. Басты рөлде әрине Полат Алендар образымен Неджати Шашмаз қайта оралмақ. Алайда басқа актерлар туралы ақпараттар әзірге құпия. Көкжалдар мекені телехикаясы тек Түркияда емес, Азия мемлекеттері мен Америкада өз аудиториясын таба білген кинотуынды. Ол жай ғана телехикая болғанымен фильмнің астарында саясат туралы өткір сюжеттерді байқауға болады. Тіпті кейбір оқиғалары қоғамдағы жауыздықтарға тым ашық сілтеме бола білді. Сондықтан болар кейбір елдер бұл сериалдың көрсетіліміне шектеулер қойылды.
Бұл жағдай телехикаяның сәтті шыққан, сапасы жоғары кино екенін дәлелдегендей. Осы телехикаяның шынайы көрермендері Көкжалдар мекені қауыс атауымен шығатын жаңа маусымын асыға күтіп отқаны шындық. Себебі көруге тұрарлық сериал. Достар, біз білетін ақпараттар легі осындай. Алдағы уақытта қай киноактер немесе қандай фильмдер туралы ақпараттар бергеніңізді қалайсыз? Төмендегі комментарий бөліне жаза кетіңіз. Біз сіздердің сұраныстарыңызды орындауға тырысамыз. Бұл Хамит Official YouTube арнасы. Ақпаратты дайындаған Хамит, мәтінді оқыған Берік Сабыр. Арнамызға жазылып, лайк басып, қолдау көрсете отырыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.